Прямой эфирға шығып жатырмын. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш, барша қазақстандықтар, әріптестер, аналар, қайырлы кеш айтқым келеді. Бүгін сенбінің кешін сіздер үшін пайдалы эфир жасағым келіп отыр. Бүгін ертең 2 күндік эфирім болады. Осы эфирда сіздер айтқан тақырып бойынша осы кешеден бергі сұрап жатқан тақырыптарыңыз осы ЗПРР туралы болсын, иә? Неге 1 жас деп айттыңыздар? Неге осы 1 жастан бастап қолға алу керек? Сәлеметсіздер ме? Қал жағдайым жақсы, шүкір Аллаға мың да бір шүкіршілік айтамын. Бүгін түске дейін жұмыста болдым. Өзім оқушыларымды қабылдадым және консультациялар жүргізіп, осы Шыңдалдың ішкі жұмыстарымен обедке дейін жұмыста болдым. Кешкі эфирді сіздермен бірге осы кешкі уақытымды өткізбекшімін. 40-45 минут қана уақыт болады. Сіздің де біздің де уақытымызды алмайық. Давайте 1-2 сұрақтар қойып жіберейік, сосын бастайық, иә? Кімде қазір қандай сұрақтар бар? Өткенде бізде логопед-дефектолог курсымыздың ішкі зумдары болады. Айына 1 рет өткізіп тұратын зум сабақтар өтеді. Сол зумдағы кейде сабақтардың разборлары өтеді. Мысалға, әлі де ПМПК-ның өзінде әлі де жас мамандар сол баламен не жұмыс жасарын білмейді. Мысалға, 2,5-3 жастағы баламен ол жерде ананы сал, мынаны сал деп отырғызғысы келеді, иә? Вкладыштармен жұмыс жасағысы келеді, түстерді үйреткісі келеді. Алайда ол бала не контактқа түсіп жатқан жоқ, не сол стульчигіне отырып жатқан жоқ. Апайдың айтқанын қайталап жатқан жоқ, ол вкладыштарын шашып жіберіп жатыр, иә? Сол кезде маман отырып алып ана баламен 30 минут қара терге түсіп отырмын. Қара терге түсіп, не істерімді білмей жатырмын деген сұрақ келді. Сол кездегі разбор, енді қараңыздар, ата-аналар, жас мамандар, егер 2,5-3 жастағы бала алдыңызға келсе, ол мен егер орындыққа отырмаса, немесе сіздермен контактқа түсіп, жаңағы сал дегенді ал, сал, мынау не, му, аф деген сияқты көрсетпейтін болса, ондай столдың үстіндегі жұмыстар жасалмайды. Мен барлығы естіліп тұр ғой, иә? Сабақ бастап кетіппін ғой. Бәрі естіліп тұрса, сізбен қалай байланысқа шығуға болады жұмыс бойынша дейді. Жұмыс бойынша біздер уже өткенде администратор, АФК және логопед-дефектолог іздедім. Администратор табылды. АФК инструкторда енді шығып іздеп жатырмыз. Логопед-дефектолог бар. Так. Балам сізге консультация алып келсе болады ма? Болады. Астына ЗПР балаға нормаға шығады. ЗПРР, ЗРР неден бастау керек? Сәлеметсіз, сізді Қарақалпақстаннан күзетемін дейді. Иә. Қарақалпақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, тіпті Япониядағы қазақтардың өзі мені тыңдайды екен. Сол үшін географиямыз кең, бір Қазақстанның іші емес, тіпті Россиялық, Қазақстан, Қытайлық қазақтарда тыңдайды. Соған байланысты қазір ештеңеге таңғалмайсың. Қазақтардың өрісі кең. Мысалға, қыз өзі сырт жақтарда жүреді, мысалға, басқа жаққа күйеуге тиюі мүмкін, оның балалары бар деген сияқты. Сол үшін кез келген мемлекеттен қарау мүмкіндігі бар. Қазір Аллаға шүкір, Қазақстан ғана емес, онлайн территория, шетелдік любой азамат адамдардың сабақтарын алуға мүмкіндігіңіз бар. Так. Все, бәрі естіліп тұрса, все, кеттік енді. Ал, давайте бастайық, иә? Тұтықпаға курсыңыз бар ма дейді. Иә, бөлек тұтықпа деген курс, ол мен таза сөйлеймін атты курс. Ертең бір рилс саламын. Менде Айым деген қыз болды. Ол 11 жастағы қыз
3 ай бұрынғы айым мен қазіргі осы келіп жүрген айымның екеуі разницасын өзім жасаған результат. Ертең с утра салам, сіздердің поддержкаларыңызды күтемін. Өзім жасаған результат қазір күнде дыбыстары ғана қалды, л мен ың дыбыстары ғана қалды. А так өзі мысалға бір сөйлемнің өзінде кем дегенде 5-6 рет тұтығатын еді. Қазіргі күнде өте таза сөйлейді. Мен таза сөйлеймін атты тұтықпаға арналған курсым бар. Балада түсінік бар, бірақ дұрыс сөйлемейді дейді. Қандай диагноз қоясыз дейді. Егер дұрыс сөйлемеу дегеннің өзі ол дыбыстық бұзылыс болуы мүмкін, я? Р, Л, С, Ш, Ж деген сияқты дыбыстық бұзылыс болса да бала дұрыс сөйлемейді, баланы оны ешкім түсінбейді. Бұл бір. Екіншіден, бала дұрыс сөйлемейтіндігі, ол мұрынмен дұрыс естілмейтіндей сөйлеуі мүмкін, я? Фонетическое, фонематическое недоразвитие речи, ол дыбыстарды, буындарды т мен д-ны ауыстыру мүмкін, к мен г-ны ауыстыру мүмкін, б мен п, ф деген сияқты дыбыстарды ауыстыру мүмкін. Үшіншіден, дыбыс дұрыс сөйлемейді деген ОНР болуы мүмкін, общее недоразвитие речи. Ол бала әртүрлі сөйлеген кездегі лексикалық, грамматикалық, фонетикалық жағы бұзылған болса, мысалға, менің мамамның туған күні, осылай айту керек. Мен мама туған күн. Мама туған күн болды. Мамамның туған күні деген сияқты, яғни жұрнақ, жалғау деген сияқты өз ойын толық жеткізу мүмкіндігі жоқ. Осының өзі ОНР болады. Сол одан бөлек осы атак ол балалардың барлығының толық түсінігі бар, кәдімгідей өз режимі бар, барлығын түсінеді, ассоциация бар, мышление бар балалар. Осылардың барлығы сондай балалар. Так, мен сізді ЗПРР, ЗР неден бастау керек? Осыдан бастайық, Давайте, сәлеметсіз бе, эфир сақтап қойыңыз. Енді мүмкіндік сақталып жатқан болса, әрине сақтаймын. Так. Саламатсыз ба, қызым 1 жас 4 ай, сөз жоқ, тек 1-2 сөз. Гүлнұр Нұрбаевна дейді. Қараңыздар. 1 жаста бір сөз айтылады. Мама, папа, бер, жүр, ал, доп, фу, аф деген сияқты сөздердің бір буындық сөздер болу керек. Егер осы бір буындық сөздер жоқ болса, ол баланың миы басқа нәрсеге, яғни басқа сенсорлық ақпаратқа алаңдап тұр. Оны мен қалай түсіндіремін? Яғни сіздер осы жерде тыңдап отырсыздар, мен күшті бір нәрсені айтып, сіздерге түсіндіріп беріп жатырмын, алайда сіздің ішіңіз ауырып тұр. Алайда сіздің тісіңіз ауырып тұр. Алайда сіздің тамағыңыз ба бір жеріңіз ауырып тұр, тыңдағыңыз келеді, бәрі кәдімгідей энтузиазм бар. Алайда оны до конца тыңдауға мүмкіндік бермейді. Миыңыз басқа ішіңізге, тісіңізге, тамағыңызға миыңыз алаңдап тұр. Дәл сол сияқты баланың сенсорлық қабылдауында ауытқулар болады да, сол үшін бала сөйлемейді. Ол кезде не істейміз? Ең бірінші эрготерапиядан бастаймыз, сенсорлық терапиядан бастаймыз, АФК-дан бастаймыз, сенсомоторлық жұмыстардан бастаймыз. Енді давайте сабақ бастайық, не будем отвлекаться. 1 жас, кәдімгідей ол 365 күн. 365 күнде бала уже бірінші туған күні жасалады. Неге бірінші туған күні? Первый год жизни өте важный дейтіні, потому что сензитивный период болады, Кәрістер, бізде қазақтар деген құдайға шүкір ғой, бесік той жасайды, пішпе той жасайды, тағы не атқа қойынған күн жасайды, мектеп бітірген жасайды, тойлар жасай береді, Алайда кәрістердің сондай бір әшейін той жасай бермейді екен. Олар өмірге бір-ақ рет 1 жасты жасайды екен, және 60 жасты ғана тойлайды екен. Прикинь, сонда 1 жасын адам
тойлау. Өйткені 1 жасқа дейін қанша ол періште ғой, қаншама тіл көз бар, оны өсіру бар, оны білу бар деген сияқты. 1 жастағы бала оның туған күн екенін біледі. Ол деген кезде жаңағы свечканы үрлей алады. Ол мысалға оны туған күн құттықтап атқанын біледі. Оны айта алмаса да, бірақ оның барлығын біліп, сезіп жүреді. Әдемі кигенін біледі, әдемі киінбегенін де біледі. Дене мүшелерін көрсетеді. Қолына шарик беріп қойса, сол шарикпен ойнап жүреді. Шарикпен по назначению ойнап жүреді. Дәл сол сияқты любой бала, 1 жасқа келген бала, егер мысалға бірдей бала, өмірге бірдей бала келді. Сол мысалы 12 сентябрьде дүниеге бір бала келді. 2 отбасыға 1 бала келді. Бір отбасында мамасы все время телефон, жұмыс, басқа деп балаға тек емізіп қояды, басқа кезде ойыншық беріп қояды, телевизорге отырғызып қояды, тек кухняда жүреді. Ал бір мамаша туылғаннан бастап күнделікті далаға шығарады. Ребенку күнделікті далаға шығу деген күнде бір күн құрғатпай, ол буран болсын, ол жылы болсын, ол ыстық болсын, ол жаңбыр болсын, ол қандай күн болса да далаға шығу өте маңызды. Ребенку здоровье, маме отдых деп айтады далаға шыққан кезде орыстар. Видите, сол үшін күнде Құдайдың құтты күні шыққан кезде ол да сынсырлық ақпарат болып саналады. Жел сынсырлық ақпарат, жаңбыр сынсырлық ақпарат, дауыл сынсырлық ақпарат, ыстық сынсырлық ақпарат, қатты салқын тоже сынсырлық ақпарат. Барлығын адам, біз Аллаға шүкір, Қазақстанда 4 жыл мезгіліміз бар. Хорошо, что осындай жыл мезгілі өзгеріп тұратын регионда өмір сүріп тұрып, біз сол сынсырлық ақпараттан құр қалып тұрмыз. Осыған кәдімгідей кішкене мимен ойласаңыздар, кәдімгідей біз деген шүкіршілік айтатын адамбыз ғой. На самом деле, бірақ ата-аналар бар, далаға киініп шығару үшін кәдімгідей өзім екіқабатпын, ананы көтеру керек, оның коляскасы бар. Ой, біз шықпаймыз. 4 күн деп шықпайтын ата-аналар бар. 4 күн, представляете? 4 күн деп далаға шығармайды. Осы күнделікті сенсорлық ақпараттарды бала көру арқылы, далада ойнау арқылы, таза ауа жұту арқылы, көзі сетчаткасы күнді көру арқылы, денесі далада подвижный играларды жұмыс жасап, әртүрлі жүру арқылы сырттан көптеген ақпарат алады. Сол үшін қолдан келгенше тек дала болу керек оның жұмысы. Біздің ДНК-мызда, біз қазақтармыз ғой, ДНК-мызда қара шүйде өмір сүріп, күнне 1045 рет есіктің алдына шығу мүмкіндігі болған. Ал қазіргі күнде, барлығымызда 4 бұрышты кәдімгідей коробканың ішінде тұрамыз, бір күнде бір-ақ рет қана далаға шығамыз, басқа кезде осы 4 қабырғаның ішінде жүреміз. Біздің ДНК-мыз ондай нагрузканы көрмеген. Сол үшін осы неге бұзылыстардың көбейіп жатқаны, неге аутизмнің көбейіп жатқаны, неге әртүрлі бұл даже генетикалық бұзылыстардың көбейіп жатқаны, неге сау балалардың дүниеге келмей жатқандығының өзі осы біздегі фундамент, 50 жыл бұрынғы фундаменттердің барлығы осы келіп шығып жатыр. Енді бұдан кейінгі тағы 50 жылды қараңыз, бұдан кейінгі 50 жылды. Қазір мысалы 2024 ба, 2044 жылды қарайық, примерно, 2044 жылы қазір осы балалардың да балалары шыға бастайды ғой. Қазіргі 10 жасар балалардың, олардың балалары шығады, 30-дан асады оларда. Олардың качествосы қандай? Сол ретте ғана ойласуымыз керек қой. Яғни біздің қазір 10 жасар балам Wi-Fi-мен ұйықтаса, басына телефон қойса, құлағында азынан кешкішін микрофон, жаңағы наушник болса, оның балалары қандай болады деген осындай ойға сіздер кәдімгідей үлкен ойлануыңыз керексіздер. Сол үшін аналар кәдімгідей бізде үйде қағида Wi-Fi-ді өшірмесек мен жатқызбаймын. Wi-Fi міндетті түрде өшірілу керек. Дәл сол сияқты барлық любой нәрсенің өзінің причинасы бар. Аутизм, мысалға, ЗПРР,
мысалға даун болсын, басқа да қандай да бір ауытқушылықтар я бұзылушылықтардың барлығы, задержкалардың барлығы да ол тек салдар деген бізде көрінісі, ол көрініс болып тұр. На самом деле оның причинасы артта, үлкен причина оған тұр. Оны 5-6 айлығында көрмей қалдыңыз мүмкін, оны 3 айлығында көрмей қалдыңыз, оны где-то 7-8 айында көрмей қалдыңыз. Осылардың барлығы сіздерге задержкаға алып келіп тұр. Енді бір жасқа дейінгі бала екі ойыншықты любой қолына бір бөпе болып туылған кездегі біздің сенсорымыз, ол сенсорымыз тек ауыз аппаратымыз, сөйлеу аппаратымыз, осы сөйлеу аппаратымыз тек ауызбен, яғни поисковой рефлекс деп айтады оны, поисковой, любой нәрсеге аузыңызға, қолыңызға бүйтіп бір нәрсе тиіп кетті, бөпе болып тұрған кезде деп бетін бұрып соған қарай оны көргісі келеді. Любой затты алып ауызға салып, оның дәмін бәрін көре береді. Почему? Потому что ол мен көрмей қолмен ұстап, не екен? Деген сияқты болып тұрмайды. Олай түсінбейді. Оны тек сөйлеу аппаратымен ғана көреді. Сол үшін 1-1,5 жасқа дейін сөйлеу аппараты, ауыз аппараты, артикуляцияның аппараты, ол тек осы біздің сыртқы ақпаратты өңдеу зонасы осы болатын. Енді 4-5 айдан бастап 2 ойыншық қолданып, 1 ойыншық немесе 2 ойыншық болып, бірақ ойыншық болсын жарайды. Бір ойыншықты ол қалай біледі, қалай үйренеді, ойыншықтың ойыншық екенін қалай үйренеді, оны ұрып көреді. Жерге ұрады, стенаға ұрады, бір-бірмен ұрады, басқа біреуге ұрады, аузына салады, үстіп жаңағы ойыншықты ол зерттейді. Сөйтіп бірте ол уже ойыншықты сосын сол жан-жақты көреді, ойындар ойнайды, сенсор моторлық жұмыс бола бастап, зат күйінше үйреніп бастайды. 1 жасқа келген кезде, егер 1 жасқа дейін задержка моторного развития болса, моторлар, ЗМР деп айтады, ЗМР. Ол ЗМР болса, бұл сіздер үшін кәдімгі бұл да қағида болу керек. Ата-аналар, мұғалімдер, жас мамандар сіздерге үлкен бір лайфхак болу керек. Яғни өмірде қараңыздар, ЗМР бар бала ЗПР-ға алып келу мүмкін. Уже осы 1 жаста сіздер ана балада задержка болатынын біліп отыруыңыз керек. ЗМР бала ЗПР-ға келеді деген сөз. Яғни задержка моторного развития деген не сөз? Ол кеш отырды, кеш еңбектеді, кеш жүрді, кеш артқа еңбектеді, көтенмен ғана еңбектеді, кеш қарады, кеш басын ұстады деген сияқты, кеш оңға солға қарады, кеш совместное внимание болды. Қара, давай, суретке түсіре алатын кезде. Вот это все кеш болса, яғни моторлық даму кеш болса, психикалық даму кеш болады деген осы. Түсініңіздер ғой, бұл қағида. Алайда Аллах деген өте шебер, 3 жасқа дейін, 3 жасқа дейін мозг пластичный, прям пластичный 80%. Сол үшін мамочкалар қолдан келгенше, егер ЗМР-ді көріп тұрсыз ба, задержка моторного развития көріп тұрсыз ба, значит не істеу керек, значит ертерек қолға алу керек. Что там? Грудничковое плавание деген бар, что там? Массаж деген бар, что там? Гидробассейн деген бар, что там? Массаж сапы бар, массаж шейно-воротниковый деген бар, прям укол бар, дәрі бар, таза ауа бар, шетел бар, сенсорика бар, барлық ақпараттың барлығын миына кіргізе берген кезде ол бұзылысты, ол тежелістің барлығын жетіп алу, жүгіріп өз құртастарына жетіп алу мүмкіндігі бар. Сол үшін ЗМР болып тұрма, сіздерде дабыл қағатын уақыт уже басын кеш ұстады ма? Ол басын кеш ұстап тұр. Ол 3 айда басын жаққа қарап көтеріп тұрма, уже олда тұрма, все, ертең ЗПР болып қалуы мүмкін. Отыруы. 5-6 айда, уже 6 айда отырады ғой балалар. Отырудың өзі кеш болып тұрма, это у нас все, это уже кәдімгі ой, менде уже мына бала дұрыс отырмай жатыр, кеш отырып жатыр, белін дұрыс ұстамай тұр, белін дұрыс ұстап отыра алмады ма? Яғни
позвоночник бойынша, қанқа бойынша қан дұрыс жүгіріп жатқан жоқ. Позвоночник бойынша ликвид дұрыс жүріп жатқан жоқ. Позвоночник бойынша миға дұрыс сигнал барып жатқан жоқ. Ал ол қазірден бастап дұрыс сигнал бармаса, ары қарай қай кезде барады? Ол ары қарай уже келесі уровень басталады. Түсініп тұрсыздар ма? Осылардың бойынша, мысалға, любой задержка, ол мойын қисықтығының өзі де задержка, қисық мойындар туылады ғой. Сол сияқты. Вот это все задержка моторного развития. Еңбектемеді. Неге еңбектемеді? Жүріп кетті. Ол еңбектеу керек. Еңбектеу деген үлкен бала өміріндегі, 1 жасқа дейінгі баланың өміріндегі үлкен роль ойнайды. Яғни екі қолмен екі аяқ бүйтіп еңбектеген кезде екі полушарий кәдімгідей жұмыс жасайды, кәдімгідей екі есе. Сіз қараңызшы, сізге бір эксперимент жасайық, Былай ойлап қараңызшы, эксперимент жасадық. Сіздің басыңызға эго кигізді. Яғни деп точкаларға, присоскалармен басыңызға эго кигізді, эго аппарат. Енді осы эго аппарат бүйтіп, мынандай шнурлармен мына жақта бір компьютер тұрады, Компьютерда сіздің әрбір қимылыңызды, іс-қимылыңызды олар регистрация жасап тұрады. Бұл әрбір мидың зонасынан алған ақпаратты. Сол енді қараңыздар, ол жерде сіздер ештеңе жасамайсыздар. Эгоде отырып алып билеу деген жоқ. Эгода просто, тым ештеңе істемей, көзді ашып, жұмып, жұмыңызшы. Уже ана мониторда үлкен іс-қимыл, кәдімгі амплитудалар деген туда-сюда жылжып жұмыстар жасайды деген сөз. Яғни ми үшін бүкіл шайқас мидың ішінде болып жатады, яғни нейрондарда болып жатады. Оның ішіндегі екі саусақ бір-біріне қосу, нейрогимнастика жасау, бір көзбен екі көзді жасау, деген сияқты мұндай жасау деген кәдімгідей мынаның ішінде ми бушевать етіп жатыр деген сөз. Түсініп тұрсыздар ма? Ол жердегі просто көзді ашып жұмдың, уже если ми жұмыс жасап жатыр ма? Значит, какие-то мы делаем работы, сенсомоторные работы, ол үлкен нагрузка береді. Бүкіл шайқас мидың ішінде болып жатыр. Бұл екі. Үшіншіден, бала уже 1 жасқа келген кезде 6 дене мүшесін көрсету керек. Бұл да қағида шынымен. Ойламаңыздар, ол қағида емес, кешіреді, айта беріңіздер. Не дейді? Мен ешкімді переубеждать етіп отыратын адам емеспін, Предупрежден, значит вооружен деген сөз бар. Сіздер барлық адамдарда, мысалға, біз ескерту деген болу керек. Ескерту. Бірақ ескертілді ғой сіздерге, 2-3 жасқа шейін, 10 жасқа шейін жүре бер деген жоқпыз ғой, Ескертілді ғой, 3 жаста сосын келіп, неге сол кезде бастамадым деген сөз болмау керек. Вот, папасыныкі. Түсініңіз ғой, дәл осы жұмыс сол үшін ескертілу керек. Егер жарайды, 1 жаста сөз айтпаймыз, 1-2 ғана сөз айтамыз, дене мүшесінің бәрін көрсетпейтін болсақ, не істейміз енді, осы уақытта не істейміз? Простой үйде біріншіден телевизорды өшіреміз. Бұл бірінші. Екіншіден, ол баланы жұмсап бастаймыз. Кәдімгідей жұмсаймыз, қолына қағаз береміз, басқа береміз, ананы мусорға сал, ананы әкел, есікті жап, диванға отыр, стульчикті әкел, қасықты ұста, носкиіңді ки, тағы бірден ке деген сияқты жұмсай бастаймыз. Бұл екінші. Үшіншіден, Құдайдың құтты күні жаяу жүргіземіз. Ол аяқтары слабый. Папасыныкі. Мен қызым мына жерде отырып алып, жуылған киімдерді бүктеп жатыр. Не айтып жатыр едім? Точненько мен ойымды бөлмей, Қалай отыр, естіліп жатыр ма? Бәрі нормально ма? Баланы консультацияға алып келсе болады ма дейді. Болады. Қарағандыдан сәлем дейді. Қаламқас Маратқызы Қарағандыдағы ең мықты специалистердің бірі. ОНР 1-де жұмыс неден бастау керек? ОНР 1 деген болса, жасын қарау керек. Егер жасы үлкендеу болатын болса, уже толық комплексті. Былайынша ОНР 1-дің өзі жақсы нәрсе емес. Сол үшін хоть ОНР 1 болсын, хоть 2 болсын,
комплексті ғана жұмыс болған кезде өте жақсы результат береді. Бәрі жақсы естіліп жатыр ма? Мен түсінікті болып жатыр ма? Менде бір тұтықпа бала бар, дұрыс болып қалған еді, ауырып қалып келмей қалды да тұтығу көбейіп кетті. Наргиза, тұтықпа деген ол барлық біздің логопедиялық жұмыстың ішіндегі ең оңбағаны дейтін де сондықтан қандай да бір қанша еңбек жасап, қаншама күшті результаттар жасағаннан кейін қайтадан любой триггер, любой баладағы ішкі дизонанс, ішкі бұзылыстардың барлығы қайтадан тұтықпаға алып келу мүмкіндігі бар. Жақсы ма? Сол үшін тұтықпа дегенде ол тек салдар, ол ешқандай себеп емес, ол тек салдар, ол тек көрініс. Тұтықпа тек көрініс. На самом деле оның причинасы ең төменде жатыр. Ол мүмкін, простой мүмкін, ол дефициттар болуы мүмкін, ол кислородный голодание болуы мүмкін, ол психологический травма болуы мүмкін, ол ұйқының қанбағандығы болуы мүмкін, ол телефонды көп ойнайтын болуы мүмкін, ол үйде ұрыс-керістің көп болуы мүмкін, үйде де мысалға абьюзивный отношениедағы отбасы болуы мүмкін, ол баланың өзінің ішкі қорқыныштары болуы мүмкін, ол баладағы гормональный сбой болуы мүмкін, ол бала үйдегі мысалға кто-то еще обижает, ортаңғы бала болса, оны біреулер мысалға абьюзивный жұмыстар жасап жатқан шығар деген сияқты оған көңіл бөлу мүмкін. Видите, оның причинасы өте көп, ал сіздер ол тұтықпа деп соның барлық осы 10 причинаның біз салдарымен ғана жұмыс жасағымыз керек. Жоқ, біз ол онда қайнап атқан көбікті қайнап атыр, біз тек көбігін алып отыра бергендей боламыз ғой. Ол көбікті қашан қаласың? 21 жасқа шейін аласың ба? Жоқ, сол үшін өзінің оның причинасымен ғана жұмыс жасаған жөн. Причинасы любой заттың, любой бұзылыстың причинасымен жұмыс жасаған кезде тұтықпа түгіл тұтықпаның даже тұқымы да қалмайды. Указательный жест қай айда көрсетіп бастайды? Осы 1 жас 7 ай дейді ұл бала. Указательный жест 8-9 айында шығады. Яғни ол кезде дене мүшесін толық көрсетпесе де, бірақ деген кезде кәдімгідей өзіне керегін ол кезде уже тартып алады. 1 жасқа дейін указательный жест болу керек. 1 жасқа дейін. 1 жас 7 ай ол уже поздно. Указательный жест жоқ дегенше не означает, соны түсіну керек. Бірінші очередь, указательный жест жоқ бала, ол өзінің денесін білмейді. Яғни соматодиспраксия, соматический баладағы соматотропты диспраксия деген бала өзінің денесін, яғни мынаны көрсету үшін оның миының нейрондары мынаның ұшына шейін бару керек деген сөз. Бұл бір. Екіншіден, сол керек затын мынаумен көрсету үшін миы керек затын соған бару керек. Үшіншіден, указательный жест жоқ бала, ол явно 6 дене мүшесін көрсетпейді деген сөз. 6 дене мүшесін көрсетпейтін бала явно сөйлемейді деген сөз. Түсініп тұрсыздар ма? Оның уже, опять же, ол бұның барлығы көріністер. Ол жерде емес, вообще. Причина указательный жест емес. Причина дене мүшесін көрсетпегенде емес. Причина сөйлегенде емес. Причина баланың сенсорлық қабылдауында, яғни 8 сенсор, сырттан келетін 8 сенсордың бұзылысында, яғни носи деп айтамыз, нарушение обработки сенсорной интеграции. Дәл осы 8 сырттан келетін ақпараттың өңделмеуінде, оның мидың ішінде интеграцияланбағандықтан осы баланың саусақ жесінің шықпайтындығы сондықтан. Түсіңіздер ғой, оны чем раньше, тем лучше жасау керек. Бірақ указательный жестке отырып алып, указательный жест деген емес, ол денесінің бәрін сездірген кезде указательный жест шығады. Мынау кім запрос жіберіп жатқан? Егер запрос жіберетін болсаңыздар, пожалуйста, прямой эфирге менімен бірге шығам десеңіздер, без проблем. Сұрақтарыңыз сол прямой эфирді қоям дейтін болсаңыздар, без проблем маған басыңыздар.
Сәлеметсіз, Семей қаласына қашан келесіздер? Егер Алла қаласа Қызылордаға барамыз, Орал қаласына барамыз және Ақтөбе қаласына барамын. Егер ұйымдастыратын болса, қандай қалаға ұйымдастырып шақыратын болсаңыздар, қандай қалаға болса да баруға мен дайынмын. Саламатсыз ба? Балам 3 жас 4 ай сөйлемді дұрыс, түсінік дұрыс емес дейді. 3 жас 4 ай сөйлемейді, түсінік дұрыс емес. 3 жас 4 ай ма? Қараңыздар, я? Бір жылда 365 күніміз бар. Прям 365 күн бар. 3 жас 4 ай деген 1000 күні бар бала анау. 1200 күні бар бала. 1200 күнде түсінік қалыптаспай тұр. 1200 күнде түсінік қалыптаспай тұр. Значит, оның сензитивный периоды итак өтіп жатыр. 3 жасқа дейін, 2,5-ға дейін ғой сензитивный период деген, я. Сол кездегі бала телефонда жатып қалса, бала ауыр инфекциялық аурулармен ауырып жатқан болса, балаға көңіл бөлінбесе, одан кейін басқа бала туылып қалса деген сияқты әртүрлі внешний факторлар бар ғой. Осылардың бәрі әсер еткен болса, баланың психикалық дамуы төмен болады. Енді 3 жас 4 айда түсінік дұрыс емес болса, ол жерде уже комплексті жұмысты кәдімгідей уже бит каланады. 3 жас 4 ай. Вот видите, осындай жаста, 1 жастағы уже сіз байқамай қалдыңыз, 1 жас 7 айындағы жұмыстарын байқамай қалдыңыз. Қазір 3 жас 4 айда кеп тұрсыздар. Любой 3 жас 4 айдағы ана өлтіріл сол 1 жас 7 айдағы кезінде неге бастамады кеммін деп тістейтін жер, деп шынтағын тістейтін жер таппайды. Сіздер на прямой эфирде ойламаңыздар, Майра, в жизни я еще хуже, если честно, я очень строгая. Мысалы, шындалдықтардың ішінде өте строгий. Мен мысалға келіп алып, мына жерде кирешкі жеп отырса, келіп алып сок ішіп отырса, агуша ішіп отырса, алып қоямыз. Сабақтардан мысалға бізде бір курс 3 ай ма, 3 айдың өзіне 1,5 айға дейін егер үй жұмыстарын орындамайтын болса, 1,5 айдан кейін шығарып тастаймыз. Үй жұмыстарын орындап жүрмейтін болса, ертең ой шыңдалға келдік, мынандай болған жоқ деп ата-аналар қазір ешкімнің халықтың көңілінен шығу деген невозможно ғой, я. Мен $100 емеспін, бәріне ұнай беретін. Түсіндіңіздер ғой, я. Сол үшін жауапкершілік сіздікі, бала сіздікі, жұмыс сіздікі. Біз тек көмекшілеріміз. Өліп талып бір баламен бір ана бүкіл 40 минут бойы сол сабағын өткізіп, бүкіл энергиясын беріп, түсіндіріп, көрсетіп, массажын жасап жатқаннан кейін, сіздер үйде оған телефон беріп, барам дегенше, келем дегенше, машинаның ішінде керешкісін, чипсін жеп отыратын болса, пожалуйста, дверь там. ЗПРРді неден бастаймыз? Енді әлде де жаңа айтып жатырмын ғой, 1 жастағы кезде, я. Енді 1 жастағы жаңағы жұмсауды айттық, я. Енді келесі телефон, телевизор өшіріп тастауды айттық. Енді келесі этапы дұрыс тамақтану. Кешка всему голова деген бар. Яғни біз ойлаймыз, я, мидың ішінде миды ояту, нейрогимнастика, эго деген сияқты бүкіл жұмысты, манипуляциялардың барлығы да миға арналған жұмыстар деп ойлаймыз. Шындығында оның барлығы миға арналған жұмыс болмау керек. Барлығы да Шұғылана свет жағып жүрші, мен қараңғыда отырген ғой, барлығы да, жұмыстардың барлығы да. Амина, свет жағып жүрші. Барлық жұмыстардың барлығы да ішекпен байланыс болу керек. Ішегімізде біздің 12 ішекте, асқазанда, тік ішекте, тоқ ішекте барлығында ішінде нейрон бар. Ойбай, о жақта да нейрон бар ма, деп айтуыңыз мүмкін. Я, ол нейрондар, мына мидың нейрондарымен кәдімгі тікелей байланыстағы нейрондар. Ол жерде 2 миллиардтаған миымызбен ішегіміздің екі ортасындағы нейрон бар. Осы нейрондар бір-бірімен сразу хабарласып тұрады. Ол даже не гормондарды реттейді. Ол даже не ішем, не жем дегенді реттейді.
олар даже біздің өмірімізді, мына 2 миллиард жаңағы ішіндегі бактериялар, ол бактерия болады, ол вирус болады, ол паразит болады, ол грибок болады. Осылардың барлығы біздің өміріміздің рулевойлары ғой. Рулевой деген не ол? Тіпті не жегіміз келетінін сол ішіміздегі паразиттарымыз, бактерияларымыз шешеді. Не иіскегіміз келеді, қай жақта жүргіміз келеді, ол да паразиттарымыз шешеді. Біздің өміріміздегі партнерді табу үшін, кәдімгідей өмірлік партнерді табу үшін, ішкі біздің жаңағы микрофлорамыздағы жүрген жаңағы майда организмдар сол партнерімізді шешеді. Неге? Потому что олар сол партнердің иісіне, сол партнердің ұнайтындығына, ол түрге ғана емес, сол партнердің сөзіне илану үшін ішкі біздің ішкі түйсігіміз бар, сол ғана жүреді. Яғни балаларда да дәл сондай, кішкентай балаларда еще более, потому что бір нәрсе жеп қойса, ол іш ауруы мүмкін. Кішкене дұрысымен жеп қойса, оның іші өтіп кетуі мүмкін. Сізде мысалға, любой кезде қазір, любой кезде сіздерде экзаменнің алдында ішіңіз ауырып тұруы мүмкін, туалетке жиі барғыңыз келеді деген сияқты, оның ішкі құрылысында проблема болған кезде мимен проблема по-любому болады. Сол үшін кишка деген умный орган, кишка второй мозг дейді, кишка всему голова дейді, ішек реттелмей, іші түзелмей, сырты түзелмейді деген осылардың барлығы әшейін алынған жоқ. Бұл уже үшінші. Түсініңіздер ғой, осылардың барлығы дерлік біздің балаларымыздың қазіргі күнде қалай сөйлейтіндігі, ол сөйлеуінің өзі қазірге әшейін бізге көрінісі ғана. Ішегі сап-сау болса, ішегіндегі микрофлорасы бай болса, бай деген ол ақшадан бай емес, бай деген ол барлығын қорытатын, бай деген барлық ферменті бар деген, бай деген бүкіл жақсы да жаман деген бүкіл ішіндегі микрофлорасындағы бактериялардың өмір сүруі, бір-бірімен дос болуы, олардың бактериялардың бір-бірімен дос болуы деген сияқты. Вирустардың тұруы, барлық вирустарда тұтықпаның болсын, рактың болсын, қандайдың дәндері, кішкентай ғана кәдімгідей дәнектері біздің денемізде бәрі бар, бәрі. Бірақ біреулердікі оянады, біреудікі оянбайды деген сияқты. Түсініңіздер ғой, дәл осы бойынша түсінікті болып жатса, айтыңыздар, ең основной осылар. Мен қоса аласыз ба дейді. Давайте көрейікші, кімді қосатын. Понимаю. Шұғыла, қазір мен свет жағып жіберейін. Давайте мен принимать етіп жатырмын. Саламатсыздар. Жасанам дейді. Менде сіз көрінбей тұрсыз. Неге? Керемет көрініп, мен сізді күшті көрдім. Мүмкін менде свет нашар болғаннан. Айта беріп. Красивая такая милая личика. Давайте. Рахмет. Мен жасым 22-де қазір. Толық. Ұлымның жасы 1 жас 3 ай. Мен бұзылыстарды байқадым 1 жас 1 айында. Ең бірінші байқағаным, ұлым атына қарамай жүрді. Бірде 50-50. Сосын отырғанда машинаны тек баллонын айналдыратын болды. И негізі ол примерно 9-10 айында басталды, мен оны қызық көріп жүрдім. Ал одан кейін мен зерттеп бастағанда оның дұрыс емес екендігін түсіндім. Сонымен мен 1 жас 1 айында невропатологтарға барғанда маған аутизм рас белгілері деп диагноз қойып тұр қазіргі таңда. Прям олай дегенге де келіскім келмейді, бірақ мүлдем жоқ деп те айта алмаймын балада бұзылыстарды. Себебі әлі де атына дұрыс қарамайды, бірақ кішкене түсінік қалыптасып бастады. Отыр, тұр, бар, кел деген түсіндер алып бастады. Указательный жест. Мына жерде сіздегі үйдегі істейтін жұмыс көп болу керек. 2 жасқа шейін тоқтатпасаңызшы, тап-таза 1 жас 1 айдағы қазіргі тап-таза қылуға мүмкіндігіңіз бар прям. Сізге мен 2 айдың ішінде
кішкене болсын өзгерістерді қазір өзім байқаймын. Себебі мен хотя бы 2-3 апта сабаққа апардым. Одан кейін балам қайта тұмау болып ауырып қала бергеннен кейін мен тоқтаттым. Себебі баланың настроениесі жоқ, оны сүйрелей бергеннен одан пайда болмай тұр. Ол уже сабақта жылап, апаймен де отырғысы келмей кетті. Енді келесі ай тағы да бастаймын деп дайындалып отырмын, жаңағыдай витаминдерін беріп, тырысып. Мен шығу себебін неден екенін білмеймін, бірақ маған қойылған диагнозбен де менің келіскім келмейді да. Себебі ода реакция бар. Ол мені көрген кезде жүгіріп келеді, мама деп атайды, папа деп айтады. Симпатия и эмоция деп айтамыз оны. Сізде ешқандай рас емес, сізде ешқандай аутизм емес, бірақ бұл жаңа айтып жатқан носи. Түсіңіз ғой, носи деген білесіз ғой, сенсорлық ауытқу бар. Сенсорлық ауытқудың өзі сол аутизм белгісіне жатады, расқа жатады. Бірақ егер ол сенсорлық қабылдау, барлығымызда сенсорлық бұзылыс бар. Біреу мысалға мынандай этикетканы жақсы көрмейді, иә? Біреу мысалға туғы жақсы тұрғанды жақсы көрмейді. Біреу шашын ұстатқанды, кейбір қыздар бар ғой, қойшы тұрмаш, мен жек көремін. Сондай болады да, понимаете? Сол сияқты бұл деген адамның өзінің кішкене басқалардан өзгешелігі. Бірақ қараңыздар, бөпе кезінде, лялечка кезінде, егер ол көп телевизор қараса, ол телевизор просто қарамайды балам, бірақ ана синий трактор бірден келер, телевизор қосылып тұрады дейтін болсаңыздар, ол цифровой шумның өзі баланы цифровой аутизмға алып келуі мүмкін. Құлақтың өзінің ішіндегі ішкі волосинкаларын өлтіріп тастайды. Түсіндіңіз ба? Телевизор 100% өшірдік ба? 80. Бірақ 1 жасқа дейін көрді ғой? Көп көрген жоқ. Наоборот, мен 1 жастан кейін көбірек болып кетті. Себебі екеуміз ғана үйде қалып қойғанда, ол тым жылай береді, маған мүлдем жұмыс жасатқызбайды. Сол кезде мен оған беруді бастап кеттім көбірек. До этого оған барынша бермеуге тырысып жүрдім. Тамаша, былайынша, өзім бірақ телевизор көрмейміз мүлдем. Бірақ сол телевизордан көретінді телефоннан көрсетіп жүрдім. Енді мен мүлдем дене мүшесін үйрете алмай жатырмын, бірақ басын ғана, көзін ғана көрсетеді, басқа нәрсесін көрсетпейді. Әумен, кеттік бар дегеннің бәрін біліп тұр да, бірақ дене мүшесін жаңа қыз айтқан 6-ауын мен көрсете алмай жатырмын. Енді қазір мен соның техникаларын, методикаларын мен сізге көрсетемін. Жақсы ма? Бірақ менде сіз көрініп тұрған жоқсыз, себебі менде тек нашар-ау деп ойлаймын. Оны ертең қазір эфир сақталып жатса, Алла қаласа, сақталып сол кезде қайтадан қарап аласыз, иә? Қараңыздар, ең біріншіден, дәл осындай ситуация қазір мамаларда көп. Сіз ғана емес, сіздің атыңыз кім деп едіңіз? Жұлдыз. Жұлдыз, қараңыз, сіздер сияқты өткені көп, кешегі менде опроста, именно осы 1 жаста айтыңызшы деп жатқан ата-аналар көп болды да. Из-за этого осы именно бүгін шығып тұрған себебім де сол. Қараңыз, ең біріншіден не істейміз? 1-2 мүшені көрсетеді, түсінік бар сіздерде. Толық емес, бірақ бар. Көріп тұрсыз, иә? Бар. Жұмсағанды уже барып жатыр. До этого көп жұмсау керек. Мен жаңағы техникаларды айттым ғой сізге, методикаларды. Жұмсау, көп жүргізу. Енді не істей аламыз? Біріншіден 4 сағат сайын денесіне глубокое проминание жасаймыз. Бұл өте мықты, өте үлкен, кәдімгідей үлкен зерттеулер жүргізілген, денесіне өзінің денесі екенін сездіріп тұратын 4 сағат сайын оған воздействие жасау керек. Кәдімгі уақыт бойынша таймер қойып 4 сағат сайын сіз оған денесі қысып, бүкіл жерін қысып, особенно желкені. Қатты. Мен емізген, мен сол нәрсені көрдім да, мен қазір емізіп жатқан кезде осылай қолын, аяғын кеуде тұстарын қысуға қысамын да, бірақ осылай өзімдікін қысқандай осылай қысамын. Бүкіл денесін қысып шығамыз. Бірақ ол қысу 4 сағат сайын болу керек. Мен әр емізгенде жасап жүрмін. Тамаша. Екіншіден, баланың режимін, яғни тамақ режимі мен ұйқы режимін дұрыстау керек. Ұйқы режимі баяғыда, мысалға, осы кезге дейін, мысалға, мен уже 45-ке кеп қалдым, 8:45-те спокойной ночи, малыши деген болады да, 9:00-де время деген болады еді баяғыда.
8:45-те спокойной ночи малышиді қараймыз да 9:00-де ұйықтап қалуымыз керекпіз. Түсініңіз ғой? Сол кезде азында ерте тұра аласыз. Дәл сол сияқты глубокий сон сол кезде 9:00-да ұйықтағанда, оннан кейін уже глубокий сонға кіріп кетеді ғой. Сол кезде ғана мелатонин бөлінеді, ал мелатонин бүкіл ауруды, даже тіпті ракты жеңетін нәрсе сол. Бұл екінші. Енді менде бір қиын жағдай болып тұрғанда, мен прикормды дұрыс бастамағанмын, біріншіден. Екіншіден, мен баламның ұйқысы мүлдем нашар. Әр 35-40 минут сайын оянады ол. Күндіз түні солай ұйықтаған кезінде. Магний көрдіңіздер ма? Түсінбедім. Магний беріп көрдіңіздер ма? Магний бердім, алеев бердім, енді нофен берді маған. Қайталап. Нофеннен кейін қалай болып жүр? Қалай ұйықтап жүр? Жоқ. Бізде өзгеріс байқалмайды. Сол тұрады, тұрады, жылайды, емеді, сосын ұйықтайды. Тогда мамасы, қараңыз, онда нутрициолог деген бар, я? Маманы білесіз ғой, нутрициолог деген маманды. Я. Нутрициолог деген, яғни баланың ішкі құрылысында кейбір минералдар, солар жетіспеуі мүмкін. Осы минералдар, мысалы, ол витамин емес, ол минералмен сондай өте кішкентай, жаңағы айтып ғой, кәдімгі кішкентай бөлек кішкентай атомдар ғана жетіспеуі мүмкін. Солардың өзі баланың ұйқысына мүмкін көп ұйқы мүмкіндік бермейді. Мүмкін д3-ді көп беретін шығарсыз. Мен д3-ді тоқтаттым. Мен бала туылғалы осылай. Басында 20 минут сайын болатын. Қазір мысалы 35-40 минутқа созылып жатыр да. Мен бала туылғалы дәл осындай режиммен келе жатырмын. Уже оған өзім үйреніп қалдым. Мен былай алдап келе жатырмын да, уақыт өте келе тынышталады деп. Туылғаннан бастап бұл бала ұйықтау кереккен норма, ал көп ұйықтамады ма, бірінші звонок қой бұл, бірінші звонок. Кейінде де дұрыс ұйықтата алмасаңыз, ертерек түнімен жүріп алатындай, сондай болатын болса, бізде уже шынымен басқа бұзылысқа алып келеді. Сізге кәдімгі под вопросом қойған бұзылыстарға ол точно келуі мүмкін, егер ол дұрыс ұйықтамаса. Сол мүлдем мен ұйқысын реттей алмай қойдым. Маған айтады, осыларды берсең нормальный болады дейді, мен берем, бірақ мен нәтиже көріп жатқан жоқпын, ол дәрілердің бәрін алып бергеннен. Одан нутрициологпен зерттейміз. Значит, сол әрбір органнан шығатын ұйқы безінікі, жаңағы гормондарынікі, мүмкін солардың барын қарап көру керек та, соларды реттеу керек па? Түсініңіз ғой, ұйқысы қалай реттеледі? Бала өзі, айттырым ғой, мелатонин бәрінде емдеп шығаратын. Бірақ гормон сол, бүкілін емдеп шығаратын. Барған жерімнің бәрі айтады, ұйқысын реттеңіз дейді, бірақ қолымыздан келмей жатыр. Сосын тамақты тәтті жемейміз, барын мүлдем бермеймін деп айта аламын мен. Анда-санда ғана болмаса, бірақ мынау деген не екенін де білмейді. Магазинге барғанда оны алам демейді да ол. Себебі ол нәрсені үйде жемеген екен, ол не екенін білмеген екен, ұмтылмайды ол нәрсеге. Жұлдыз молодец, вообще қараңызшы, магазинский тамақ жемейді, үйден тамағын ғана жейді. Бұл жердегі көріпсіз ба, сіз тамақтардан ғана емес, какаем каждый день, да? Сіз күнделікті дұрыс естілмей қалыватсыз. Күнделікті шығамыз ғой, по большому. Жақсы, 2 рет почти. Видите, осы кезде сіздер тек енді осы ұйқыңызбен соны реттеп алсаңыз болады. Давайте, бір нутрициологтың телефонын берейін. О кісінің андай инстаграм басқасы жоқ. Неде қазір сәлден кейін бір жазып қоя саларым болмаса, телефон. Ол парақшасы жоқ, бірақ мықты нутрициолог бар, именно соны зерттеп отыратын сол кісі бар. Сол кісінің телефонын берейін. Жақсы ма? Қазір айта аласыз ба, или сосын ба? Менде қазір телефонның ішінде ғой олардың барлығы. Сол қалай жарайды. Сосын одан кейін сорпалатамызда и ферменттерді оятамыз. Ферменттерді, ішкі құрылыстағы ферменттерді оянған кезде ол квасный капуста болуы мүмкін, ол яблочный уксус болуы мүмкін, ол кәдімгі еттерді қорытатын, тамақтардың барлығын қорытатын перистальтиканы жүргіздіретін ферменттер болу керек. Түсініңіз ғой, Осы реттелсе, сосын баланың да ұйқысы реттеле бастайды.
ұйқы деген өте важный нәрсе сол үшін. Ал қалғандары мысалға ше көбісінде басында ұйқыдан басталады былайынша. Былай есептеп бәрін қарап тұрсаңыз, бөпе кезінен бастап дұрыс ұйықтамайтын еді деп басталады. Ал кейін уже образ жизни, кейін уже кәдімгідей не дейді, бояуы сіңіп кеткеннен кейін бар, это уже поздно будет. Сізде әлде де мүмкіндік бар. Әлде де Құдайға шүкір 2 жасқа шейін тоқтамай күшті жұмыс жасасаңыз, әлде де мүмкіндігіңіз бар. Аха. Маған айтады, әлі кішкентай, ол норма, мүмкін біреу ерте дамиды, біреу кеш дамиды деп менің бетімді қайтарып жатыр да, маған кездескен адамның көпшілік. Мен ертең, ойбу, мен кезінде ертерек қимылдамай қаппын деп санымды соғып отырғым келмегендіктен жүгіріп осылай бастап тұрмын. Дұрыс, өте дұрыс. Өткенде бір апта бұрын маған бір ата-ана келді. 1 жас 1 айында келіп, 1 жас 1 айында келді. Қараңыз, 1 жас 1 айында дәл осы сіз сияқты бұзылыстармен келді. Атына шақырса қарайды, кейде қарамайды, бірақ құлағы естиді, ана жақтағы мультикке жүгіріп келеді деген сияқты. Ойыншықтармен по назначению ойнамайды, дене мүшесін көрсетпейді, сөйлемейді деп келген. Қазір ровно 1 жас 11 ай. Келесі айда уже октябрьде 2-ге толады ровно. 9 ай бойы, 10 ай бойы жұмыс жасалды. 10 ай бойы сенсорлық интеграция АФК, нейропсихолог. Осы үшеуімен жұмыс жасап, қазіргі күнде, Аллаға шүкір, бірталай сөз айтады, тәте, мама, папа, дене мүшесін бәрін көрсет, әкел, апар, бәрін жасайды. 2 ғана проблема қалыпты, енді 2 ғана проблема. Қандай проблема десек, ол туалетный навык жоқ, әлде де кішкене тактильный гиперчувствительность бар и пропрецептивный чувствительность бар, және 2 сөздің басын құрап айтпаймыз. И так 2 жастағы бала 2 сөздің басын құрайды ғой, уже сол нормаға кеп қалды деген сөз ғой, көрдіңіз ба? Но 10 айлық бұлай еңбек қой ол. Әрине. Оны басынан өтіп қимылдаған адам ғана түсінетін шығар. Менің қазіргі 2 айым менің қалай өтіп кеткенін де байқамаймын да, бірақ кішкене болсын нәтиженің барына мен қуанам. Конечно, сол сразу үлкен нәтижені қарамаймыз. Аз нәтиженің өзі, соның өзі нәтиже на самом деле. Қасық ұстап тұрма, қасықты тура апаратын болды ма, оның өзі нәтиже. Туалет көрсететін болды ма, оның өзі нәтиже. Немізіп жатқан кезде қарап атқаның бәрі, оның бәрі нәтиже. Далаға шыққан кезде ассоциация болуы, далаға шығамыз деген кездегі ассоциация болуы, ол да нәтиже. Эмоция, эмпатия, ол да нәтиже. Эмоцияны көбейтіңіз, иістерді көбейтіңіз. Иістер. Иістердің өзі мидың ішіндегі нейрондарды оятады. Ол да сенсорика. Бірінші рет естідім. Ол қандай иіс? Ол гвоздиканың иісі болуы мүмкін, ол кофенің иісі болуы мүмкін, ол мёттың иісі болуы мүмкін, ол құрттың иісі болуы мүмкін, ол кардамонның иісі болуы мүмкін, ол әртүрлі жаңағы қатты болады ғой, әртүрлі иістер. Соны прям искетіп, соны жасаған сайын ол мидың ішіне жақсы қатты сенсор ғой ол. Не дете, у вас сенсорный нарушение, ол нарушение, әзірге нарушение болып тұрады да, кейін ол реально сондай болып кетуі мүмкін. Түсініңіз ғой, сол үшін сенсорный нарушениемен жүре бермейміз. Дәл сол жоқ, менің балам тап-таза болады, Алла қаласа деп кәдімгідей. Вот міне, рас қойылып еді, мен қаншама жұмыс жасап, қазір рас түгіл, оның даже ЗПР-да жоқ деген сияқты ше. Сондайға жеткізу керек. Жеткізуге болады. Ол үшін мамасының күш қуаты. Мамасы кәдімгі екінші мәмілеге келеміз. Енді сіздің күйеуіңізбен мәмілеге келесіз, күйеуіңізбен. Бізде нандай, екеуміз бірге істейік, бірге апарайық, бірге жүрейік. Бірге апарамыз. Мәміле болады, уже балада результат шығады. Түсініңіз ғой? Одан кейін басқа бала жоқ қой, бар ма? Жоқ. Мен осыны ретке келтірмейін де планда да жоқ. Дұрыс, өйткені бізде мына жақта уже бұзылысы бар бала бар, өзіміз екіқабатпыз, тағы бірден кейін уақытымыз жоқ деген сияқты. Сондай. Болмайды. Екеуінің де өмірін бала шағына балта шауамыз, былай сөзбен айтқанда болмайды. Дұрыс, осындай осознанный болу керек та, сол үшін бізде туу деген ашин барып баланы туа салу емес, 18-ге шейін туу деген бір проблема, а оны 18-ге шейін өсіру деген үлкен еңбек. Баяғыда ол
қазір ата әжесіне осы әңгімені 1 жас 4 айда деп айтып көріңізші. Мысалға, иә, ата әжелер, басқалар деген бұндай әңгіме түсінбейді. Ой, жынсың ба не? Басың қағама деп сөйтуі мүмкін. На самом деле, 50 жылда ел жаңа деген сөз бар. 50 жыл орталады. Олардың заманымен қазіргі заман өзгеріп кетті. Қазір деген любой нәрсе воздействие. Сіздің, например, деймін да, например, үйіңіз новый болуы мүмкін. Новый, я? Примерно деген ғой, я же не знаю. Новый, я? Оның барлығынан испарение шығады ғой күнделікті, я? Шықпайды емес. Я? Новый стены, новый обой, новый ламинат, новый заттар болуы мүмкін. Осының бәрінің күнделікті испарениесі шығады. Оның барлығы тяжелый металл ма? Иә. Я, тяжелый металл. Одан кейін Wi-Fi бар, я, барлығымыз үйімізде. Ол түнге таман өшу керек. Дұрыс па? Одан бөлек. Бізде 24-те 7. Одан бөлек ішіп жеп жатқан нәрселеріміздің барлығында, мысалы, сүттің өзі бар, сауып әкеліп сіз ішіп жатқан жоқсыз ғой, оны әкеліп тетрапакетке салады. Тетрапакеттің ішіндегіше, ана сырты родина деп жазылып, ішкі бетін қарасаң, ол жерде темір бар, чтобы ары қарай кетіп қалмас үшін. Вот это темір ішке кіреді да бізге аммиакты тудырады. Ол келеді да, ол тяжелый металл тудырады, понимаете? Ол ішке күнделікті капать етіп, бір күн болмаса бір күн баланың ұйқысын бұзады, бір күні бауырын бұзады, өтін бұзады, бүйрегін бұзады деген сияқты бүкіл органдарға накопление болады да, ол накоплениялар миға шабады. Түсініңіз ба? Сөйтіп біз қаяқтан шықты деген сөз айтпауымыз керек, я? Помидор жедіңіз, огурцы жедіңіз, что думайсыз сол? Помидор, огурцы пестицидпен, басқамен обрабатывать етпеді ма? Алманың сыртын жаңағыдай воскпен бет пысылдатпады дейсіз ба? Понимаете? Мысалға, мен оқушыларға, ата-аналарға келген кезде сүт бергіздірмейміз, банан бергіздірмейміз, тағы не? Тәттінің любой вид тәтті, ол қант болсын, чупа-чупс болсын, басқа болсын, бүкіл вид тәттіні жегіздірмейміз. Осын жегіздірмегеннен кейін барып қана бала басыла бастайды. Гиперактивности. Видите? Қаншама еңбек ол. Кәдімгідей, кейбір бір ата-ана бар бізде. Кәдімгідей, түнге таман барлығын жасап қояды. Даже анадай безглютеновый ұнмен блинчиктер жасап қояды. Сондайды ғана береді. Бәрі ана бала деген идеальный кәдімгідей прикормда жүреді. Бірақ уже ол 5-6-ға дейін уже денедегі накопленный нәрсе ол денеге уже тарқап кеткен. Осы болмайды. Жақсы ма? Сол үшін мына неден болуы мүмкін деген болмайды. Қазіргі күнде ертеңгі мен жаңа бағана айттым ғой, осы қазір 10 жасар балалардың 20-дан кейін 2044 жылы, 2044 жылы, қазір 10 жасар балалардың баласы қандай болады? Өйткені ол кездегі, ал бізде қағида бар, я, өркениет өскен сайын, өркениет дегене, Wi-Fi бар, высотка домдар бар, бәрі бар, все уже, бізде машинамен жүрмейміз, біз ұшамыз деген сияқты. Сондай өркениет дамыған сайын адамның адами құндылықтары, кәдімгі біздің дене бойынша әлі біз бұрынғыдан қалған жоқпыз ғой, денеміз әлі де из живота ребенок рождается, не инкубатормен, понимаете? Дәл, бұрынғыларымыз қалды ғой бұрынғы, денеміз, құлағымыз бәрі сол күйінше тұр, бірақ өркениет дамып кетті. Біздің ішіміздегі ол әлі сол күйінше тұр, ол 100 жыл, 500 жыл бұрын қалай туылатын еді адам, солай туылады. 500 жыл бұрын бір жаста 5-6 сөз айтып, дене мүшесін көрсетеді, әлі сондай. Ештеңе өзгерген жоқ, тек өркениет қатты өсіп барады, барлығы все воздействует на мозг человека. Оның денсаулығына. Сол үшін неге ана жолдар айтып отқаным, қазіргі жастардың денінің саулығы өте қазір 40-50-дегі әйелдер бодырып жүреді да, 20-30-дағы келіншектер әр жері ауырады. Мысалы 1045 ауруы бар. Пример дегенім да енді. Иә. Сол үшін ол өйткені олардың ата-аналары сол перестройка кезінде туып, перестройка кездегі ана дым жоқ кезінде өмір сүрді, светсіз, басқасыз, стресс кезіндегі перестройкамен. Қазір солардың балалары, соның балаларын есептеңіз енді ары қарай. Мен сізге бір сұрақ қояйыншы, егер болса. Болды ма? Иә. Менде бала тым гиперактивный ғой, енді жаңағыдай тыныш отырмайды. Жүгіріп кете береді, тұрады, әйтеуір. Бір жаққа барып келуіміздің өзі қиын. Қонаққа барған кезде мүлдем маған қиын. Может, кішкентай кезінде байқалмайтын. Қазір мүлдем қиын болып бара жатыр уже.
Мен оның гиперактивныйлығын қалай басатынымды білмей жатырмын. Мен басуға тырысып жатырмын. Отырып әңгіме айтып, білмеймін, тыңдамаса да әңгіме айтып, ертек айтып, өлең айтып беріп барынша көріп жатырмын да, бірақ именно сол жағынан мен нәтиже көрмей жатырмын. Тамаша. Гиперактивность деген ол балаға миына кислородтың аз кіріп жатқандығы. Бірінші очередь. Яғни ол неден кірмеуі мүмкін? Ол анемичностьтан кірмеуі мүмкін, ол гипоксиядан кірмеуі мүмкін, ол қан тамырлардың қысылғаннан кірмеуі мүмкін, ол жаңағы минерал, басқа жаңағы кішкентай шай, жаңағы просто анемияның ішіндегі Б тобының жетіспеуі, фолий тобының жетіспеуі, Д тобының жетіспеуі деген сияқты бірде-бір компоненттің өзінің жетіспегендігі, ол жаңағы пойыздар миға, кішкентай пойыздар ба, темір кішкентай домалақ. Сол миға толыққанды қанмен шыланбайды. Сол кезде бала өлмеудің қамын жасайды да, ол гиперактивность деген, ол просто проявление, опять же, видите? Миыма кислород жетіспей жатыр. Сізді мен қазір осы жерде тұрып қылғындырайын. Жарайды деп отырмайсыз ғой? Әрекетін жасау керек. Сіз әрекетіңізді жасайсыз, қол аяқпен бүйтіп, ербеңдетіп жасайсыз, иә? Это не деген сөз? Ол миыңыз қарсыласып жатыр деген сөз. Дәл сол сияқты, оның да миына кислород жетпей жатыр, өздігі жасаңыз. Например, деймін да, чтобы знать, ми қаншалықты насыщается кислородом. Осылардың бәрін жасаңыз, остеопатқа барыңыз, дәл сол сияқты ше, миының қан тамырларының қаншалықты қысылмай өтіп жатқанын бәрін тексеріңіз. Вот это вся работа можно сделать. Сол кезде қан тамырлар дұрыс барып отқаннан кейін бала отырып бастайды. Сенсомоторлық жұмыстарды көп жасату керек. Мысалға, жүгіру, секіру, аунау деген сияқты. Ол жерде секіре алмайды, бірақ батут сияқты нәрсеге қойғызып тұрып секірте беруге болады. Жүргізуге болады, еңбектетуге болады. Правильно? Қаншама жұмыс жасауға болады ғой? Астынан өт. Лесенцамен түсіріп шығарамыз. Лесенцамен, деген сияқты. Допты лақтыр, допты бер, анан сал, мынаны сал, кәдімгідей әртүрлі бордюрлар бар. Осы жұмыстармен көп жұмыс жасатқызған кезде вестибулярный аппаратқа, пропрецептивный аппаратқа көп нагрузка берген кезде бала жайлап отыра бастайды. 1-2 күннің жұмысы емес бұл. Бұл айлап, әдемілеп, даже кейде жылдап кетіп қалуда мүмкін. Бірақ уақыт өте келе, любой бұзылыс уақыт өте келе проявлениясы қаттырақ болады. Мен түсінген болсаңыздар, яғни мысалға 7-8 айында білінбейтін еді, қазір қатты білінетін болады. 1-2 жасында білінбейтін еді, қазір 3-те одан сайын қатты білінетін болды. 4-5 жаста білінбейтін еді, қазір 7 жаста, простой, нешінші этажда тұрасың дегенді айта алмайтын болып тұр. Деген сияқты, с каждым годом любой бұзылыстың проявлениясы, көрініс табуы, ол четче, яснее болады. Түсініңіз ғой, иә? Сол, рахмет сізге көп-көп. Сізге рахмет көп-көп. Мен өзім шығам. Рахмет көп-көп кеңестеріңізге, басқа да ата-аналарға тиімді болды деп ойлаймын. Рахмет сізге де көп-көп. Сау болыңыз. Тамаша. Өте жақсы. Мына жерде бір-екі сұрақтарды жауап беріп кетейін. Қандай сұрақтар бар еді мына жерде? Эфирді сақта деп. Енді сақталып жатса, сақтаймын әрине. Так. Тік. Дұрыс естілмейді жатыр. Эфирді сақтаңызшы дейді. Естілмей жатыр ма не? Өзі өліп талып, мына жақтан рас пен аутизм бір диагноз ба? Былайынша, почти бір диагноз. Алайда аутизм деген өзі, ол өз өмірінде оқшауланған, стимі бар, эмоция, эмпатиясы жоқ балаларды айтамыз. Ал рас деген расстройство аутистік спектр, жаңа аутизмнің кейбір белгілері, соның кейбір түстері, түстеген радуганың 7 түсі бар ғой, соның мына түсі бар, фиолетовый түсі бар, розовый түсі бар. Осы балада жаңа растың 1-2 түсі бар сіздің балаңызда деген сөз. Ол рас деген сондықтан. Рас деген сол бір аутизмнің 1-2 белгісі, ол көбінесе 1-2 белгісі, ол сол сенсорлық нарушение ғой, көбінесе. Или пищевой избирательность. Логопед мамандығына енді оқуға кірістім дейді. Логопед
логопедия, мен қаншама жұмыс осы Қазақстан бойынша 2018-ден бері қанша маманды оқытып жатырмын, қаншама жас аналарды осылай көзін ашып жатырмын, көп деген аналарға консультация беріп жатырмын, қаншама қыздарға жұмыс беріп жатырмын. Логопедия мамандығы ешқашан өлмейтін мамандық. Сосын жақсы көріп жан тәніңмен жұмыс жасасаңыздар, бұдан артық даже фишка жоқ қой, прям керемет сала. Баланың сөйлегені көбейген сайын оны кәдімгі ләззат аласыздар, одан да күшті. Және сонымен қатар қаншама балалардың, қаншама аналардың сауабын алатын жұмыс. Сосын өсу мүмкіндігі бар сала. Сол үшін логопед болып оқимын десеңіздер, пожалуйста, мен логопед ментормын. Қазақстан бойынша Қазақстан логопед дефектологтардың ассоциациясының жетекшісімін. Мыңдаған логопедтердің менторымын, яғни логопедтердің де оқытқан мұғаліммін. Өзім қаншама жылдан бері оқып келе жатқан логопед практикпін. Алла қаласа, мына жерде Қызылорда қаласында қандай тақырып дейді. Қызылорда қаласында білмеймін, орын жоқ болуы мүмкін, сұрап көріңіздер. Қызылорда қаласында сенсорлық ауытқулар және рефлекстердің басылуы практикалық сабақ болады. Сөйлегенде анық сөйлейді, бірақ жеткізе алмайды. Анық сөйлейді, бірақ жеткізе алмайды деген, ол неден болуы мүмкін? Ол запинкалардан болуы мүмкін, ол сөйлемді дұрыс құрамағандықтан да болуы мүмкін. Любой нәрсе болуы мүмкін. Так, сәлеметсіз бе, қалайсыз, қайырлы кеш. Үлкен балам ұйқысы жақсы деп айта аламын. Онда ұйықтап, 7-де тұрады. Өте жақсы, әрине. Егер нормадағы бала болса, 10 это нормально. Если нормадағы емес, бұзылысы бар бала болса, одан да ертерек жатқызу керек. Ильчановаға барыңыз дейді, Ильчанова да күшті, бәрімізге айтыңызшы дейді. Былайынша әркім өзіне керегін, мына жаңағы сұхбаттың өзінен керегін алған ата-аналар бар. Плохо слышно дейді ғой. Так. Қайда кетіп қалдық? Сұрақтарыңыз қоя беріңіздер. Мен кішкене ғана қалды уақытты. Тамаша. Остеопаттан кейін орынды тыныш отыратын болды балам дейді. Вот видите, жақсы остеопат тауып алсаңыздар, күшті мамаша екен, молодец дейді. Я шоппинг-магазин, я осознанный мамочкалар уже 1 жас 4 айында уже дабыл қағып, өзі жұмыс бастаған ата-ана. Өте тамаша. Тағы шүкір Аллаға дейді. Эпиактивность бар болса, остеопатқа апаруға бола ма? Әрине болады. Остеопатқа былайынша противопоказаний жоқ. Именно остеопатқа. Қызым 7 жаста, есте сақтау қабілеті төмен, не істесем болады дейді. Есте сақтау қабілеті төмендігі, ол да ерте жату ұйқысымен қарайсыз, гормондарын қарайсыз, лецитин бересіз, баттарды берсеңіз болады. Болмаса неврологқа барып, бір көрсетіп алсаңыз болады. Қызылордадағы не айтылады? Қызылордаға Қазан қаласының 25-іне барамын. Уже 15 адамнан аса жазылды. Неге өйткені көп адам жазбайын деп тұрған, потому что бұл орталықтың ішінде болады. Яғни түзете дамыту орталығы болады. Бір 20-25 адамды ғана қабылдаймын. 1045 адамды қабылдап алып, мен мына жерде уақытым жоқ, өйткені мен ары қарай Жалағашқа кетемін. Сол үшін көп адамға жазуға біз ниетті емеспіз. Жазылатын адам сразу сол моментте жазылып алды, керек адам жазылып алды. Вестибулярлы аппаратқа деп не айттыңыз? Естімей қалдым. Гиперактивность туралы айтқаныңызда дейді. Вестибулярлы аппарат деген ол баланың қимыл қозғалысы. Ол любой қозғалыс. Тұр, мін, отырып тұр, отырып тұр, отырып тұр. Осыны неше рет жасатқыза аласыз. Осы да вестибулярлы аппаратқа сіздің жұмысыңыз. Екіншіден, төбеге лақтыру. Мысалға, қаншалықты лақтырасыз, ол қанша эмоция келтіре аласыз. Үшіншіден, еңбектеу, жүру, жүгіру, секіру, осының барлығы вестибулярлық аппаратқа нагрузка. Нагрузка көбейткен сайын баланың миына кислород көп барады. Одан бөлек
проприцепсі, вестибулярка и проприцепс екеуі бірге жүреді, бір-бірінен бөлек-бөлек ажырап жүрмейді. Вестибулярлық аппаратында бұзылысы бар бала, ол вестибулярка деген құлақтың ішіндегі уровень ғой, строительдерде уровень деген болады, онда кішкентай уровень деген ше, бет тұратын ше. Осы жақсы жұмыс жасаса, ол туда-сюда көп қимылдайды. Ал қақпаған болса, ол дұрыс баланың қабылдауына, жұмыс жасауына мүмкіндік бермейді. Ата-аналарға, чисті аналарға арналған сабақтарымда өтіп жатыр. Аналарға арналған ЗМР болмас үшін не істеу керек, ЗПР болмас үшін не істеу керек деген. Енді болып қалды ма не істеу керек, АФК үйде не істеу керек, сенсорика дома не істеу керек. Осы бойынша да сабақтарым бар. Таза аналарға арналған сабақтар бар. Тағы не? Лайынша 2 жас 9 ай кеш емес па дейді. 2 жас 9 ай деген почти 3 жас. Мозг пластичный до 3 лет 80%. Сол үшін лайынша ештен кеш жақсы деген бар. Егер қазір осы жастан бастап көп 2-3 кем дегенде 5-6 специалист қоссаңыз ше, өз құрдастарын жетіп алған мүмкіндігіңіз бар. Кішкентай кезде 1-2 специалист қосылады. Бірақ специалист сенсорик мұғалім қосылады, немесе эрготерапевт қосылады, немесе АФК ғана қосылады. Ал 2-3 жаста уже 3-4 эби қосылуы мүмкін, сенсорик қосылуы мүмкін, АФК қосылуы мүмкін, массаж қосылуы мүмкін, бассейн қосылуы мүмкін. Видите, 4-5 мамандық қосқан кезде ғана әр маманның өзінің воздействиесі болады. Яғни өз тарапынан қаншама еңбек ол миына нагрузка жасалып жатыр. Осылардың барлығы әрекет етіліп жатыр. Әрекет еткен жерде артынан берекетін беретіні 100%. Стими белгілері мидың дұрыс жасамауының шығып тұрған белгілер ма? Стим деген, баланың стиминг деген, стим деген баланың сырттан келетін информация, яғни көзден, құлақтан, денеден, әртүрлі информацияны ол дұрыс интеграция жасалмаса, қорытылмаса, ол стим түрінде сізге көрініс табуы мүмкін. Ол саусақтармен махат етіп кетуі мүмкін, ол айналып кетуі мүмкін, ол сырттан келетін информацияны ми дұрыс қорытпағаннан кейін барып қана сыртқы көрініс. Опять же, көрініс, барлығы да көрініс, оның причинасы өте төменде, түбінде, яғни мидың қыртыстарының ішінде жатыр. Процестің бәрі соның ішінде жатыр. Алла бұйырса, сіздің курсыңызды оқу ниетім бар дейді. Қарақалпақстаннан түзетіп барамын сізді. Тамаша. Алла қаласа осы ниетіңізге жетіңіз. Ноотропқа көз қарасыңыз. Мен ноотропқа көз қарасым өте оңды. Алайда оны 1 жас, 2 жаста ноотропқа жүгінбеңіз деп айтқым келеді. Кейбіреулер даже туыла салысымен ноотроптарға бараты жоқ. Кішкентай кезінде, егер сондай бұзылыстар болса, қолдан келгенше экологичным путем жасаған жөн. Яғни АФК-мен, сенсорикамен, дефектологпен, үйде, махаббатпен, психологпен жұмыс жасаған кезде өте жақсы результаттар шығарамыз. Одан кейін барып ноотропты қоссаңыздар болады. Яғни физика, химия осы болу керек. Айтөренің мамасымын дейді. Эфир керемет болды. Тамаша. Сіздер үшін ғой мен бүгін осы эфирде кешегі запростарыңыз бойынша, сіздердің сұрақтарыңыз бойынша именно 1 жасы көп айтыңызшы деген болды. Сол үшін сіздердің халық айтса, не дейді, хан өзінің шапанын шешеді деген ба, не деген сөз бар ғой. Сол сияқты халық айтып жатыр, халықты қазір спросы болып тұр. 1 жастағы балалар неге осындай бұзылыс болып жатыр? Не істеуіміз керек? 1 жаста дабыл қағамыз ба, қақпаймыз ба деген болу керек. Сол үшін 1 жаста дабыл қағатын уақыт. ЗПР неден бастау керек? Енді ол жаңа айтып жатырмын ғой бағанадан бері. Подскажите хороших детских остеопатов. Остеопатов былайынша ше, аналардың өзі жүрегі сезеді. Ана адамды қараған кезде, суретін қараған кезде, біреудің отзывтарын айтқан кезде, аналардың өзінің жүрегі сол кісіге барып тұрса, ол ары қарай барсаңыз болады. Ал егер сіздің жүрегіңіз қаламай тұрса, ол кісі бүйтіп грубый болып тұрса, қатты болып тұрса, оған барып қажет жоқ. Ваше сердце решает. Қазірше квантовый уақыт ешкімді анаған бар, мынаған бар деп айтылмайды.
сіздеріміз бәріміз уже сезіліп тұрады бәрі. Мен мысалы осы жерде тұрғаным не, бір какой-то курс шығарайын деп тұрған жоқпын ғой, правильно? Бәрі сезіледі, қазір бәрі сезіліп тұрады. Бір нәрсе жақсы айтайын дейтін, ал сіздерге үйтіп жатырмын, міне мынандай жасап жатырмын деген, ол да сезіледі. Видите, вот это все сізге, если сол кісінің сөйлегені, жасағаны ұнаса, беріңіз балаңызды. Ұнамаса, бермеңіз. Вот сіздің ғана ішкі интуицияңыз ғана, а интуиция ешқашан алдамайды. Түсіндіңіздер ғой, иә? Ал енді келесі, тамақ талғаса иіскеп жейді, ұнаса жейді, қалай жұмыстану керек? Ол интроцепция немесе вкусовой нюхательный гиперчувствительность деп айтады. Гиперчувствительность, бәрін иіскеп барып қана жейді деген, ол да сенсорлық бұзылыс. Егер мүлдем иіскемейтін болса, любой нәрсені жеп кетер еді, сабынға шейін жеп кетер еді. Ал егер барлығын иіскейтін болса, ол слуховой гиперчувствительность, мына жерде мысалы ежиктар бар деген сөз. Сол ештеңені жегіздірмейтін деген сөз. Ал оны қалай түзетеміз? Ол үйде әртүрлі иістерді қоясыз. Бағана қызға көрсеттім ғой, мысалы гвоздиканың, кардамонның, үлкен плюшкалар пісіреді ғой, как называется, ол өте қатты күшті иістер, қатты иістер, кофенің, какаоның, меттің, құрттың, әртүрлі, мысалы лимонның иістері бар, алманың иістері қойып, мына жерлерін орнына бетпей жағып, иістерін бәрін иіскетіп кәдімгідей қандыру керек. Сол қанбайды, ол кейде бір жыл қану мүмкін, кейде жарты жыл қану мүмкін. Ол бір-екі рет жасап қойдым, ол қош деуіңіз мүмкін. Я, это ваше право, но оны қоймай до конца апарған ата-ана ғана соны иіскеп, соны аузына салып жіберіп жегізіп қоюы мүмкін. Ең жақсы кәдімгі емшілер, ол кәдімгі бесплатный заттар ғой. Күн, ұйқы, махаббат деген нәрселер ғой, түсініңіздер ғой. Сосын кәдімгі қолдың майы, қойдың майы еще. Ең күшті. Одан кейін аботерапия поведенческий нарушение де дұрыс па? Аботерапия былайынша ең Шымкентте аботерапист білмедім. Аботерапия ең дефектологияның атасы деп айтар едім. Күшті ғой, мен аботерапияны осыдан бір жарым жыл бұрын Атырауға барып оқып келгем. Кәдімгідей көп нәрсеге көзіміз ашылып, өзіміз қанша дефектолог жұмыс жасағанмен аботерапияның методикаларын үйреніп келдік. Керемет байынша. Сіздің айтуыңызша остеопатқа барғанмын, результаттар күшті, баламның гиперактивності басылды. Вот видите? Вот барлығына ештеңкені біреуді өтірік алдайтын заман емес қазір. Бәрі. Стиральный машинаға ұзақ қарау, қабырғадан қабырғаға жүгіру, ол сенсорный перегрузка бар. Или сенсорный жетіспей тұрады. Сол кезде бұл баладағы носи бар, балаға АФК керек, бұл жерде нейропсихолог керек, рефлекстермен жұмыс жасау керек, тамағымен жұмыс жасау керек, сіздерде көп жұмыс жасау керек. Мына жерде уже баладағы бұзылыс явный нарушение тұр. ЗР 3 жасқа дейін, ЗПР 3 жастан кейін қойылып кете ме? Кейбір балаларда қойылып кетеді. 100% олай болмайды, бірақ кейбір балаларда өйткені ол бала өзінің сөзімен жеткізе алмаса, ол уже оның ойы басқа, сіздің ойыңыз басқа. Ол жеткізе алмағаннан кейін ол жатып алады, ол уже поведение көрсете бастайды, ол уже мінезі кете бастайды. Ол сөзбен жеткізбегеннен кейін басқа жағына қарай алып кетуі мүмкін. Видите, сол үшін ЗПР-ға ұласып кетуі мүмкін ба деген, мүмкін. Менің 6 жастағы балам тамақ дұрыс жемейді, көп таңдайды, қатты арық болып кетті. Қандай витаминдер берсем болады, аппетитін ашу үшін? Мамасы, мына жерде кім? Серикова Эльмира. Мамасы, мына жерде нутрициологқа хабарласамыз да, бүкіл анализдер тапсырамыз. Мүмкін балада лямли бар, мүмкін балада басқа паразит бар, мүмкін балада простейший бар, мүмкін балада анемичность тұр. Мүмкін баладағы кәдімгі простой құрттардың өзі де бар. Осылардың барлығы мүмкін
желчестің тамуы, өттің тамуының өзінде проблема болып тұр. Сол дұрыс тамбай тұрғаннан кейін ол адамның аппетиті де болмайды. Видите, сізде қандай проблема тұр? Осылардың барлығы баланың иммунитетінің төмендігіне алып келеді. Ал иммунитеттің төмендігі ертең кейін анемичность қалып келеді. Ал анемичность уже ары қарай гипоксияға алып келеді. Ал гипоксия уже баланың ЗПР-ға алып келеді. Видите, ол бір қап қалған мынандай деген сөз жоқ. Ол бір цепочка екінші цепочканы алып келеді. Келесі, жерлес апайым, стим белгілері мидың бұзылысына бола ма? Мидың бұзылысынан болады. Ұзақ айналған затқа қарау тоже стим, ол кейін басқа заттарды айналдырып қарап отыру мүмкін. Дұрыс, ол визуальный, көру арқылы қабылдаудың төмендігі. Көзі көреді, бірақ көру арқылы қабылдау төмен. Сол үшін ол жыбырлаған кезде, мысалы машинаны көреді, машинаны жыбырлаған кезде, дөңгелек айналған кезде ғана көреді. Затты көреді, ол затты көп болған кезде ғана көреді. Ол визуальный гипостимуляция. Гипогереактивность деп айтады. Визуальный, гипо деген төмен, реактивность. Яғни көру арқылы қабылдаудың, қазақша айтқанда, көру арқылы қабылдаудың төмендігі деген сөз. 1,5 сағат болып кетті ғой, девочки. 1 жас 9 ай, ұлым атына қарамайды, дене мүшесін айтпайды, ата апа деген сөзді айтсаң кейде қайталайды. Логопед АПК апарып қатысып аптасына 3 күн. Ойбай, аптасына 3 күн деген болмасын. Күнде, Құдайдың құтты күні болсын. Болады. Сіз сосын бір АПК апарып жүрін болама деген болмасын. Сіз үйде қаншалықты жұмыс жасайсыз? Мен бастап айтып тұрмын ғой. Главный специалист сіз, міне сіз главный специалист. Ал апарып жүрген мұғаліміңіз сіз, тек көмекшіңіз сіздің. Просто сізге көмекші мұғалімдер, ол специалисттер тек көмекші. Вы главный специалист. Үйде қаншалықты жұмыс жасайсыз? Сол керек. Өте пайдалы эфир болды дейді. Вау, осыны скриншоттап алайыншы. Егер пайдалы эфир болса, кәдімгідей шын рахметтеріңізді жазсаңыздар ше. Бір кәдімгідей мен еңбек жасап жатырмын сіздерге дегендей. Сол үшін любой кезде рахметтің өзін дұрыс жеткізудің өзі сіздердің щедрость деген қалай айтады? Сөзге, жазуға, сіздердің барлық айтып жатқан кері байланыстарыңыз. Егер сізге кері байланыс эфир ұнады деп күшті жазыңыздар. Болмаса, қазір маған дайректке жазып жіберіңіздер. Күтемін. Өте пайдалы эфир болды, рахмет дейді. Өздігі түстің екі жағында да қысылып тұр дейді. Гипоксия бар дейді. Вот, өздігі түскен кезде мимен қан тамырларға қарай көп тамырлар жүреді. Сол кезде кәдімгі қан тамырлары миға бармай жатқанда сужить етіп барып тұрса, ол, конечно, бала деген жүгіріп кетеді. Өлмеудің амалын жасайды. Түсіңіздер ғой, сол үшін, пожалуйста, өздігі түскеннен кейін оны докторлар решать етеді, болмаса остеопаттар решать етеді. Өте керемет маман екенсіз, керемет түсіндіріп жатырсыз дейді. Рахмет. Ұлым стенаға басын ұрады. Ол да стим белгілері ма? Жоқ. Ол стенаға басын ұру, ол аутоагрессия болуы мүмкін, немесе пропрецептивный нарушение болуы мүмкін. Екі причина бар. Осы екі причинаны жөндеудің қандай әдіс тәсілдері бар. Ең біріншіден денесін бәрін қысып көрсетеміз. Екіншіден АФК-ға береміз. Үшіншіден бассейнге береміз. Төртіншіден сіздің махаббатыңызды көбейтесіз. Одан ұрғанның орнына денесін бәрін қатты қысып, денесін бәрін сездіре береміз. Әртүрлі шуточкалармен үйретеміз. Ол ұзақ жұмыс болады, но оно того стоит. 1 жас 6 айда қызым тілін шығарып тұрады, дұрыс па? Нормально. Мына БП сөйлеу аппараты әлі жұмыс жасап жатыр. Көру керек. Әлі сөйлеу аппаратымен көп жұмыс жасағанда қалап тұр. Это нормально. Менің балам солай иске қатты сезімтал, сағат 8-ге дейді. Балам динозавр секілді көп жүреді. Не істеуге болады? Жасы 5-ге келді. Енді неге барыңызшы? Мануалистке барыңыз, болмаса массажистқа барыңыз. Уже сіздің балтырларыңыздың өзі уже қатты болып кетуі мүмкін. Ана цепочкаға жүре берсе, балтырлар қатты болып кетсе, оны түсіру невозможно. Уже бассейнмен ғана жұмыс болады.
баланың мультик ішіндегі көргендерін қайталап жүруі, өз ойымен жүруі қандай бұзылыс. Назерке, балаңыз көп телефон, ол сіз тәрбиелемегенсіз, ол баланы YouTube тәрбиелеген деген сөз ғой. Ол қандай бұзылыс деген не? Сіздердің қарамаған бұзылыстарыңыз, сатып алған ауруға ем табылмас деген сөз бар. Просто давайте сіз мынандай жасамаңыздаршы. ютубты беріп қойып, азынан кешін отырғызып, неге соны қайталайды дейміз. Көке көргеннен бастап, соны көрген болса, сізді көрмеген болса, неге оны қайталамасқа? Это правильно, ол вообще не виноват. Сіздер виноватсыздар. Яғни соған беріп қойыңыздар. Ол кішкентай кезден бастап көргені сол, и соны жасайды. Это нормально. Сол үшін соны жасау керек та. Сол үшін yellow деп үйреніп алған сондықтан. 1,5 жасар балам көп таңғалады, эмоциялар бар, аузын жауып, ол қалыпты ма? Эмоция деген күшті емес пе? Қайта эмоция мынау, эмоция деген эмоция, эмпатия, симпатия деген ең күшті нәрсе. Бала 2 жасқа қорқақ, бөтен жерден қорқады, ойын алаңдарына кірмейді, горшокқа отыра алмайды, АФК рефлекси жаттығуларына апарып жүрміз, оқушылайды барын. Апара беріңіздер, тоқтамаңыздар, күнделікті болу керек. Ол пропорцептивный нарушение болуы мүмкін, жаңа нәрсеге, жаңа орындарға кірмеу, есіктен кірмеу деген. Горшокқа отырмауының өзі рефлекстерден болуы мүмкін, немесе тактильный гиперчувствительностьтен болуы мүмкін. Осылардың бәріне АФК, сенсорика, рефлексотерапия, осының барлығы көмектеседі. Сөйлемейтін баланы қалай сөйлетсем болады екен дейді. Сөйлеу деген, сөйлеу. Ол ойлаудың құралы. Ойлауын келтіріңіз, сөйлеу 100% болады. Сізді тыңдағаныма қуаныштымын дейді. Осы айдың ортасынан бастап едік, өзгеріс бар уже. Не? Қандай күшті. Ұлым 4 жас, 6 ай. Ой, спящий режим болайын жатыр. Давайте, девочки. Қаншама сұрақтар болып кетті ғой, бай. Ұлым 4 жас, 6 ай, түсінік аз, әлі сөйлемейді мүлдем, дыбыс шығарады, эмоциясы жоқ. Ой, бай. Тамақты тек үлкен дәретке күніне барады. ТМО деген неге нәтиже болмай жатыр? Білмеймін. Нәтижені біреуден күтпейміз, өзіміз жасаймыз. Папа маманы айтпай жүр. 1 жаста қызым сөйлемейді, тамақ қызап ішеді, сөйлемейді, шоққа арасында отырады. Давайте на шеберлі ана тоқтамай жұмыстаныңызшы, бағанағы бір маманың жұмысын. Эфирді қайтадан тыңдап шығыңыздар, күшті қылып жұмыс жасаңыз, болады сізде. Пайдалы эфир болды. Күшті, керемет жансыз дейді. Рахмет. Барлық информацияны жазып сақтап алдым. Міне, молодец. Все. Сараның анасы эфир күшті болды, сізге қарап логопед болғым келіп кетті дейді. Болыңыздар, без проблем. Почему вы нет? Күлгеніңіз күшті ғой дей ма? Мен сол күлгеніме бәрі. Былайынша кейде қатты күліп кетемін да, неправильно. Керемет эфир болды дейді. Алланың нұры жаусын. Рахмет. Пайдалы. Рахмет. Сіздерге сол енді 11 болып қалды. Менде балалардың бәрін жатқыздырайын. Все. Давайте ертең қайтан шығайын онда, бірақ ертеңге басқа тақырып, қандай тақырып қойыңыздар, сол тақырып қайтақ. 1 жасты уже все, мен болдым, жаттым, ертеңге қандай тақырып қойыз, ертең тағы бір тақырып өткізейін. Уже 1,5 сағаттан асып кетті. Қалғанын ертең қоям, бірақ ертеңге бір тақырып айтыңыздар. Мен бірінші тақырып айтып, сосын ғана сұрақтар қояқ. Просто так сұрақ жауап деген ол эфир болмайды. Мен үшін ол эфир емес. Жақсы ма? Давайте. Қайырлы түн болсын, сіздермен бүгінгі кешімді өткізгеніме мыңда бір шүкір айтамын. Жақсылықтарымыз көп болсын, балаларымыз тап-таза сөйлесін, шыңдалға келген әрбір өзіміздің бүкіл шыңдал бар ғой, Қазақстанның түпкір-түпкіріндегі шыңдалға келген әрбір жанның жан шыңдалып, шыңдарды алып, шүкіршілігі артсын, сіздердің балаларыңыз бәрі сайрап кетсін, Қазақстанның болашағы жарқын болсын. Мен все.